Саламатсыздар ма сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Күндегідей менің сабағыма қош келдіңіздер. Сабақ ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ әдебиеттік оқу 4-ші сынып, 71-ші сабақ су асты тіршілігіне қамқорлық. Алдымен бірінші пікіріңді айт. Су асты жануарларының тіршілігіне қандай қауіп-қатер төнуі мүмкін? Оларға балықтың қырылуы, жәндіктің азаюы, қоқыс тастау, улы химикат төгілу, шамадан тыс балық аулау, мінекей осылар суасты жануарлардың тіршілігіне қауіп-қатер төндіруі мүмкін. Екінші, суда тіршілік ететін жануарларға адамның қамқорлығы қажет пе? Балалар, әрине адамның қамқорлығы қажет. Ол су бетінде болсын, су астында болсын, жануарларға қамқорлық қажет. Түсініп оқы, балықтарға көмек. Екеуміз бүгін балық аулап қайтайық дейді әкесі. Алақай деп мақсанып қуанып кетеді. Осы суықтама көлді мұз жауып жатыр ғой, оның үстіне біздің қармағымызда жоқ дейді Мақсат. Мен құрал-саймандарды дайындап қойғам, тек біраз нан алып жүр дейді әкесі. Сөйтіп Мақсат апыл-ғұпыл киіне бастайды. Әкесі екеуі далаға шығады. Бұның қолына балта берсе, әкесі сүйменді алады. Екеуі сөйтіп Қамыстыкөлдің бетіне келіп жақындайды. Айнала жым-жырт, барлық жер қар. Табан асты қарлар сықыр-сықыр етеді. Бұлар аяңдап көлге жетеді. Көлдің беті сірескен мұз. Әкесі үстіндегі тонын шешіп тастайды да пимасын бір-біріне қағып, мұзды оя бастайды. Кенет судың астынан көпіршіктер шығады. Жылымнан су көтеріледі. Тұп-тұнық екен. Кәне балам, нан қиқымын әкел. Біраз мына жерге шаш, сонда көресің қызықты дейді. Сол кезде жаңағы нанды бетіне суға шашып жібереді. Судың астынан балықтардың қанаттары, құйрықтары әдемі боп жылтырап көрініп, судың бетіне шыға бастайды. Қараш кәне, ауа жұтып жатыр дейді әкесі баласына. Шошытып алмайық дегендей ақырын сөйлейді. Әр жәндікке ауа қандай қажет дейді. Біз мұзды неге ойдық әке? Мына балықтарды аулаймыз ба дейді. Әй баламай, бұларды аулағанда не істейміз? Онсызда өздері қырылып жатыр, ауа жетпей дейді. Неге деп баласы сұрайды. Қыстыгүні көлдер мен өзендерде мұз қатқанда ауа оттегі азайып кетеді. Сөйтіп балықтар әлсіреп, ауаның жоқтығынан қырылып қалады. Табиғатқа жан айтышитын адамдар үстіп балықтарға көмектесу керек. Сен де қарап тұрма, ана балтаны ал да мұзды ой дейді әкесі. Мақсат балтаны енді түсініп, үсті-үстіне сілтеп ойып жібереді. Балықтардың несі, халі қандай аянышты. Бұрын соңды қалай білмегем. Енді бұдан кейін мен де осылай жылым жасап, жем шашып балықтарға көмектесемін. Мейлі қыс ұзақ қой, бұдан кейін де көмектесіп тұрам дейді. Әрине әкесі екеуі әлі талай келетіні анық. Бұл әңгімеде жылым деген сөз өзен мен көлдің қыстыгүні қайтпайтын жері деген мағынаны білдіреді. Үшінші, мәтіннің негізгі ойын білдірген сөйлемдерді тауып оқы. Төртінші, Мақсат су астындағы балықтардың тіршілігі туралы не ұқты? Мәтіннің негізгі ойды білдіретін сөйлемдер: қыстыгүні көлдер мен өзендерде мұз қатқанда су астында оттегі азайып кетеді. Балықтар әлсіреп, ауаның жоқтығынан әрі қоректің аздығынан қырылып қалады. Табиғатқа жан ашитын адам осы мезгілде балықтарға көмектесуі керек. Ал Мақсат балықтарға судың астында болса да, олардың тіршілік ету үшін оларға да қамқорлық қажет екенін ұқты. Біліміңді қолдан. Бесінші, қай жануар туралы қызық ақпарат айта аласың? Балалар, енді кітапта суретке қараймыз. Бұнда пингвин, тасбақа, дельфин және итбалықтың суреті бар. Осының ішінде тасбақаны алайық. Тасбақа карапакс деген тасбақа, яғни арқа сауыты 29 сантиметр, жалпы бауыр сауытын пластрон деп атайды. Аталығы аналығынан кішірек және арқа сауыты дөңесті, ұзындау құйрықты болады. Дала тасбақасы тіршілік қамын қатаң күндіз жасайды. Ыстық күндері таңертең және кешкі ымырт
кезінде ғана жайылады. Ыстықта өсімдіктер түбіне кеміргіштердің ініне тығылады. Бір күнде тасбақа 2 шақырымға дейін бара алады. Тасбақа негізінен көп жылдық шөптер мен түрлі өсімдіктердің балаусасымен қоректенеді. Кейде қоңыздар мен бүйілерді де қорегіне жаратады. Тасбақалар ұйқыдан наурыз-сәуір айларында оянады. Балалар, мінекей тасбақа жайында қызықты мағлұматтар айттық. Әрі қарай қорытындылай. 6. Жануарлар тіршілігінің қиындықтарын шешу үшін не керек? Әрине балалар, жануарлар тіршілігінің қиындықтарын шешу біздің міндетіміз. Себебі олардың да бізге тигізер пайдасы мол. Сұрақтар: үй жұмысы бойынша жауаптар дайындап хабарлама жаса. Сұрақтар бойынша. Яғни жеңіл сұрақ, күрделі сұрақ. Жеңіл сұрақ: Мақсат пен әкесі жылым жасау үшін қандай құралды пайдаланды? Қандай балықтарды білесің? Қыста балықтарға көмек керектігін бұған дейін естіп білдің бе? Ал күрделі сұрақта оттегі деген не? Балық аулауға тыйым салынатын мерзім болуы мүмкін бе? Жылымды не үшін жасау керек? Осы сұрақтарға жауап бере кетейік. Яғни балалар жеңіл сұраққа Мақсат пен әкесі сүйменді пайдаланды. 2. Білетін балықтарымыз сазан, бекіре, ақбалық, шортан, жылан балық. Қыста балықтарға көмек керектігін әрине естіп білген жоқпыз. Осы әңгімеден кейін білдік. Күрделі сұрақта оттегі дегеніміз ауа. 2. Балық аулауға тыйым салынатын мерзім әрине болады. Жылымды не үшін жасау керек? Яғни балықтарға ауа жұту үшін жасау керек. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Комментарий жазуды, лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыздар.